Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымында дәмді ұйғыр мантысын дайындауды үйренетін боламыз. Мен өзім бірінші рет дайындауым, бірақ та өте дәмді шықты. Бөлме температурасындағы су дәміне қарай тұз салып, араластырып, ұнды қопсытқыштан өткізіп, қамырды жұмсақ етіп емес, немесе қатты етіп емес, орташа жұмсақтықта илеп аласыздар. Мантының қамырын қаншалықты дұрыс илесеңіз, соншалықты мантыңыз жабыспай, үзілмей әдемі болып шығады. Қамырдың иін қандырып тұрып илейсіздер достар. Енді жарты сағатқа қамырды бетін жауып орап қоямыз. Қамыр дайын болғанша начинкасын дайындап аламыз. Пияз, картоп және тартылған сиыр еті, яғни фарш салып, енді дәмдеуіштерін саламыз. Қызыл бұрыш, кинза, қара бұрыш, тұзды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Фарш майсыз болғандықтан ертілген жылқы майын салдым. Егер сізде болмаса, сұйық майды пайдалануыңызға болады. Мантының қамыры дайын болды достар. Енді оны бөлшектерге бөліп аласыздар. Бөлінген қамыр бөлшектерін дөңгелек етіп аламыз. Енді қамырдың әр қайсысын жұқа етіп жайып шығасыздар. Ішіне начинкасын салып, дәл видеодағыдай түйіп аламыз. Достар, мен өзім алғаш рет осылай манты түйіп көріп жатырмын, бірақ та менде ұқсап жатыр. Мантаварканы және мантының бетін майлап аласыздар. 45 минутта мантымыз дайын болды достар. Мінеке қараңыздаршы, сочный болып шыққан, қамыры деген үзілмей әдемі болып. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.